11 сынып емтиханға дайындық есептерін жалғастырамыз. 22-ші тапсырма теңсіздіктер жүйесін шешіңіз деген. Теңсіздіктер жүйесін шешкен кезде біз екеуін бөлек-бөлек шешеміз де олардың қиылысуын табамыз. Ал бірінші теңсіздікті жазып алайық онда. 3-тің х квадрат плюс 8х минус 4,5 дәрежесі артық немесе тең 81 түбір асты 3-тен дейді. Бұл жерде біз қазір теңсіздіктің екі жағын бірдей негізге келтіреміз. Мына жағында 3 қала берсін. Сонда жазып алам оң жағын. Оң жағын деппін ғой, сол жағын өзгеріссіз. Ал оң жағында 81-ді мен 3-тің 4 дәрежесі деп жазалам. Көбейтілген 3 түбір, квадрат түбір ғымны. Сондықтан ол 2-ден 1 дәрежесі болады. Енді негіздері бірдей 3 арасында көбейту болғанда дәрежелері қосылады. Онда былай жазуға болады. 3-тің х квадрат плюс 8х минус 4,5 дәрежесі артық немесе тең 3-тің мұнда 4 қосу 2-ден 1 деген 0,5. 4 қосу 0,5, 4,5 дәрежесінен. Енді негіздері бірдей болып тұр ғой екі жағында да. Онда бізге дәрежелерін салыстыра салған жеткілікті болады. Салыстырайық. Х квадрат плюс 8х минус 4,5 артық немесе тең 4,5-тен. Сонда х квадрат плюс 8х минус 4,5. Мынау 4,5 оң жақтан сол жаққа көшіп келеді, таңбасы өзгереді, артық немесе тең 0-ден. Сонда х квадрат плюс 8х минус 4,5 болмайды, минус 9 болады бір кетте. Артық немесе тең 0-ден. Осы жерде біз бұны 0-ге теңестіреміз де дискриминантпен немесе Виет теоремасымен түбірлерін таба саламыз. Бізде көбейтіндісі тең болу керек минус 9-ға, ал олардың, яғни түбірлердің қосындысы тең болу керек ортасындағы мүшенің теріс таңбасымен алынғанына. Плюс 8 емес, минус 8-ге. Осы жерден біздің түсінетініміз, бұның түбірлері қазір x1 минус 9 және x2 ол 1-ге тең. Себебі минус 9-ды 1-ге көбейтсек минус 9 шығады, ал қоссақ екеуін минус 8 шығады. Енді бұл теңсіздік әлі шешілген жоқ қой. Мен тек нөлдерін таптым. Осы мәндерде 0-ге тең болатынын. Енді теңсіздікті шешу үшін мен координаталық түзу сызамын. Бұл жерде менде шыққан сандар минус 9, ол боялады, өйткені теңсіздік белгісі бізде қатаң емес, және 1. Аралықтарға бөлеміз. Бізде ең үлкен дәреже ол квадрат болды міне. Оның х квадраттың алда коэффициент 1-ге тең, яғни оң сан, сондықтан плюстан бастаймыз. Плюс, минус, плюс. Бізге керегі плюс, өйткені теңсіздік белгісі бізде артық немесе тең. Соңында шешкен кезде де артық немесе тең болып тұр. Плюстарын алам. Мынау аралық және осы аралықта. Сонда әзірге бірінші теңсіздіктің шешімі минус шексіздіктен минус 9-ды қоса алғанға дейін және 1-ді қоса алғанда плюс шексіздікке дейін. Бұны әзірге осы қалдыра тұрамыз, өйткені бізде екінші теңсіздігіміз бар. Екінші теңсіздікті шешейік. Оған басқа түс салайын қазір, мен баттасып кетпес үшін. Так, екінші теңсіздікті шешейін. 7-ден 2-нің х дәрежесі көбейтілген 49-дан 16-ның минус х дәрежесі азайтылған 512-ден 343 артық 0-ден дейді. Так, мына жерде бізде теріс дәреже. Теріс дәреже болғанда, оны оң дәрежеге айналдыру үшін екеуін алым мен бөлімін, яғни орнымен ауыстыра саламыз. Мынандай ережені білеміз ғой. А-дан Б-ның, мысалы, минус 1 дәрежесі, ол тең болады Б-дан А-ның 1 дәрежесіне. Дәрежені терістен оңға айналдырғанда, немесе оң дәрежені теріске айналдырғанда алым мен бөлімі орнымен ауысады.
Сонда менде шығады 7-ден 2-нің x дәрежесі көбейтілген. Мына екеуін орнымен ауыстырып жүрем. 16-дан 49 болады да, дәрежесі оң санға айналады, яғни x дәрежесінде. Азайту 512-ден 343, солай әзірге қала тұрсын. Так, енді мұнда дәреже көрсеткіштері бірдей, арасында көбейту. Ол мынандай формула бар еді тоже. А-ның m дәрежесі көбейтілген b-ның m дәрежесі, не арасында көбейту дәрежелері бірдей, онда а көбейту b-ның m дәрежесі деп сыртына жазуға болады дәрежені. Олай болса, бұл жерде де осыны қолданам. 7-ден 2 көбейту 16-дан 49, жақша қаламда сыртында x дәрежесі дейм. Азайту 512-ден 343 артық 0-ден. 7 мен 49 қысқарады, мұнда 7 қалады. 2 мен 16 қысқарады, мұнда 8 қалады. Сонда 8-ден 7-нің x дәрежесі артық мынаны мен оң жаққа көшіп жүрейін, ол плюспен барады. 512-ден 343 деп. Сонда ол тең 8-ден 7-нің x дәрежесі артық мынау 512-ден 343-ті мен былай жазалам, 8-ден 7-нің кубы деп. Себебі 8-дің 3 дәрежесі ол 512, 7-нің 3 дәрежесі ол 343. Енді бізде негіздері бірдей, дәрежелерін ғана салыстыруға болады. Бірақ біз ережені білеміз. Негіздері мынау бірден кіші болғанда, мысалы 8-ден 7 деген ол 0,1 нәрсе, онда теңсіздік белгісі өзгереді. Мысалы, мына жерде мына теңсіздікті шешкен кезде біз дәрежелеріне көшіп кеттік қой. Сонда біз теңсіздік белгісін өзгерткен жоқпыз, өйткені негізі 3 болды. Ол бірден үлкен сан. А бірден кіші болса, онда теңсіздік белгісі өзгереді. Сонда бұл жерден шығатыны x кіші 3-тен. Осындай теңсіздік шығады екен. Енді x кіші 3-тен деген сызатын болсақ, мына жерде 3 тұрады, x одан кіші. Мінекей. Сонымен екі теңсіздікті біз бөлек-бөлек шештік. Біріншінің шешімі мынау, екіншінікі мынау. Ал бізде теңсіздіктер жүйесі болды. Демек, олардың қиылысуын табу керек біз. Қиылысуын қалай табамыз? Ол үшін, сендерге түсінікті болу үшін, мен әлгі шешкендерімді бүйтіп жеке-жеке қайтадан сызайын. Біріншіде менде қандай сандар кездесті? -9 және 1. Сонда біз алдық, минус шексіздіктен 9-ға дейінгі аралықты алдық. Және 1-ден плюс шексіздікке дейін, бірінші теңсіздік бойынша. 1-ден плюс шексіздікке дейін. Келесі теңсіздігімде менде шықты минус шексіздіктен 3-ке дейін. Енді 3 деген сан ол 1-ден кейін тұрады, мынау екіншіде. Ол 1-ден үлкен ғой. Сондықтан шамамен осы жерде деп белгілеймін. Және оның сол жағы алынған болатын. Мына мәндерді жазып жатырмын мен. Екеуін қиылысуын табу үшін әрбір нүктеден перпендикуляр түсіреміз. -9 дегеннен саннан түсірдім, 1 деген саннан түсіремін, және мына жерде 3 деген сан бар. Содан өтетін 3 перпендикуляр 3 саннан 3 перпендикуляр жүргіздім. Енді қиылысуын табамыз. Қиылысу дегеніміз ол бірінші және екінші сандық осьтеде мынандай штрихталған аралықтар болу керек. Ол көріп тұрмыз біз суреттен. Минус шексіздіктен -9-ды қоса алғанға дейін. Мына аралық бар мына жерде. Және мұнда да ол аралық бар. Және бірігу, мына ортасын ала алмаймыз, өйткені үстінде еш нәрсе жоқ. Мынау болады ғой, -1-ді қоса алғанда, өйткені жерде тік жақша тұр. Нүкте боялған, сондықтан тік жақша тұрады. 3-ке дейін, 3-те жай жақша, нүкте боялмаған. Одан кейінгі аралық 3-тен плюс шексіздікке алынбайды, өйткені жоғарыда штрихталған, төменнен штрихталмаған. Сонда осы теңсіздіктер жүйесінің жауабы мына аралық болады. Минус шексіздіктен -9-ды қоса алғанға дейін бірігу -1-ді. -1 емес екен ғой, 1 ғой. Кешірім өтінемін, мына жерде 1 болды бізде.
бірді қоса алғанда үшке дейін.